Қарабалинге 9 рет, Өтешқалиеваға 8 рет пышақпен жарақат келтіріп, қасақана қазақ шыққаныңыз мойындайсыз ба? Қасақана өлтірді. Арасағаныма, отбасыма бездіреген болышқандар үшін мен кейінді қайтаруға бастамамын. Яғни қасақана өлтіргеніңіз мойындайсыз. 99 жасының 2-ші бөлігінің 1-ші, 10-ші тармақтармен алған айыпты толығымен мойындайсыз. 10-ші айып бойынша Қарабалина Бирамгүлді аса қатыгездікпен бірнеше рет Қылмыстық кодекстің 99 бабының 2-ші бөлігінің 5-ші, 10-ші тармақтары, яғни 32 рет дене жарақатын пышақпен келтірген, алған айып бойынша қасақана өлтірді деген айыпты мойындайсыз ба? Бирамгүлді өлтірді деген айыпты мойындайсыз ба? Яғни сізге тағылған 13 бап бойынша сіз барлық айыптарды мойындайсыз, тек қана Мұхамбетов наурызда қасақана өлтіргеніңізді мойындамайсыз. Ол абайсызда болып Сәрсемәлиевтің 4 баласы біздің іште, 9 жаста, 8 жаста, сосын 5-те, 3-те. 3 жаста, иә? 3 қыз, 1 ер баласы бар. 8-9 жаста ересек қой, есін білетін балалар, олар әкесіне не болып жатқан, анасына не болып жатқан жайында біле ма? Оны білмейді. Себебі біздер о баста түскеннен кейін мама папа больницада деп айттық. Енді атасы мен әжесі не айтатынын нақты енді оған біз араласпаймыз. Біздің орталыққа осы 26 жылдың 2 ақпанында бір ұл 2 қыз келді. Сосын осы балалар үйінен 9 апрель күні ең кішісі 3-ке толғасын бізге келді. Қазір балалардың жағдайы жақсы. Психологтар жұмыс жасады. Осы түскен күннен күні бүгінге дейін диагностикалардан өтті, жаңа тестердің қорытындысы жақсы, көрсеткіштері жақсы. Сұрай ма ата-анасын? Сұрағанда тәрбиеші апайлардан 1-2 рет кішкентай қыз жылап іздеді дегендей болды. Мамасын іздеді, сағынды деп. Енді атасы мен әжесі келіп тұрады. Үнемі байланыста балалар енді үйді сағынатыны бар, енді ауылдың үйде өскен балдар ол. Атасы мен әжесі деген жаңа Сәрсемәлиевтің өзі? Иә, Сәрсемәлиевтің ата-анасы келіп тұрады. Апасы келеді, нағашылары да келіп тұрады. 1-2 рет нағашылары да, нағашы апалары келіп кетті. Не себепті Ақбаянға да, Ақбаян Мұханғалиева да басында күдікті деп танылды? Бастапқыда күдікті деп танылған себебі, енді бұлар депортациямен елге жеткізілген соң, толыққанды бана сараптама қорытындысына көз жеткізбегенше медициналық ұйымға орналастыруға шешім қабылдадық. Сол себепті күдіктілерден танылды. Жалпы танылу мақсаты бұл қылмысқа қатыстылығын анықтау мақсатында. Мұханғалиевамен сөйлесу барысында психикалық ауытқушылығы бар екені байқалды. Сол себепті тергеу әрекетін өткізуге мүмкіншілік болмады. Сұрақтарға жауап бере алмады, толыққанды жауап берсе де ауытқушылықпен жауап беретін болды. Кейіннен толықтай тексерілді. Алайда тергеу барысымен қатыстылығы анықталған жоқ. Сол себепті Мұханғалиеваға қатысты қылмыстық қудау тоқтатылды.